Әлеуметтік желіде домбыра шерту, беташар жасау, келіннің сәлем салуы харам деген мағынада айтылған пікірлер қызу қоғамдық талқыға түсті. Бұл сөз қайдан шықты, мұсылмандар діни басқармасының жауабы қандай? Мектепте орамал тағуға қатысты мәдениет министрі қандай шешімге келді? Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадан. Аталған тақырыпқа қатысты қоғам ойын саралап көрейік. Қоғам тұрақтылығына діни фактордың ықпалы екі түрлі. Бір жағынан қоғамның тұтастығына жағдай жасайды, екінші жағынан ел тұтастығына қауіп туғызады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы әлеуметтік желі қолданушыларын домбыра харам деген мағынада бір жақтама, негізсіз пікір айтып, халық арасында түсінбеушілік тудырмауға үндеді. Ұлттық құндылықтарға қарсы келу дұрыс емес екенін мәлімдеді. Күні кеше яки 13 тамызда мәжілістің жалпы отырысында депутат Аманжол Әлтай орта мектептерде ән күй сабағында домбыра аспабын үйретуді оқу бағдарламасына енгізуді ұсынды. Осы орайда ол үкімет басшысының орынбасары Тамара Дүйсенованың атына депутаттық сауал жолдады. Қоғам арасында халқымыздың арда болмысын ардақтайтын домбыра аспабына деген шабуылдар, ұлттық дүниетанымымызға жат қауіпті пікірлер көбейіп жатыр. Әсіресе діни жат ағымдардың жетегінде кеткен кейбір ел азаматтары жұртты адастырып, теріс пікір таратуда. Домбыраға тиісу ұлтқа тіл тигізу, төлтума мәдениетімізді қорлау, өткен тарихымызбен бүгінімізге көлеңке түсіру. Азаттығымның, қазақтығымның бойтұмарындай қасиетті домбыраға тіл тигізуге, қорлауға жол бермейік, армен де, заңмен де қорғай білейік, деді депутат. Өз кезегінде мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов бұл мәселе орынды көтеріліп жатқанын айтты. Домбыра харам деп жүргендер ғасырлар бойы қолынан домбырасын тастамаған бабаларымызды күнәһар қылғаны. Сондықтан халықты адастыруға жол бермеуіміз керек деді. Бүгінде бұл сұрақта әрине қоғамның басым бөлігі домбыра харам дегендерді миға қонымсыз, мәдениетімізге жат дүние екенін түсініп отыр. Әрі дін ұстанғанда менталитетке, оның дәстүрмен сабақтастығына мән беруді ұмытпау керектігін біледі. Дегенмен бір топ мұсылман адамға жаман ой тастайтын, арақ пен әдепсіз іске үндейтін ән айтуға шариғатымыз тыйым салған деп барлық әнді сол қатарға жатқызып отыр. Бұл ретте мұсылмандар діни басқармасының дінді насихаттау, халықты отансүйгіштікке, имандылыққа, бірлік пен адамгершілікке шақыру мағынасында айтылған әнге рұқсат деп жауап бергенін ескере кетейік. Мектептерде орамал тағу бірнеше жылдан бері оқу жылының басында қайта көтерілетін мәселеге айналды. Мұсылмандар діни басқармасы орамал кию балиғат жасқа толған қызға парыз, ал балиғат жасқа толмағанға ол міндетті емес деп жауап берді. Нақты жауап болмағандықтан, яғни балиғат жасқа толған қыздар орамал кие алады, ал мектеп білім басқармасы бұған рұқсат бере ме? Тағы да түсініксіз. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мектеп білім ордасы. Бұл жердегі басты міндет білім алу. Мемлекет діннен бөлек. Ересек адамдар дін және діни киім үлгісін өздері таңдауға құқылы. Бірақ мектепте ішкі ереже бар. Әрі бұл ережеге барлық оқушы бірдей бағыну керек деді. Сол себепті мектептерде орамал тағу мәселесі осылайша шешіліп отырғанға ұқсайды. Оған қоса мәжіліс спикері Ерлан Қошанов хиджабқа қатысты түрлі ой болғанымен Қазақстан зайырлы мемлекет екенін ескерді. Біздің ата заңымыз діни бостандықты шектемейді. Діни рәсімдерді орындауда еш шектеу жоқ. Бірақ мектеп білім ордасы. Оқушының басты міндеті білім алу. Мектептерді саяси діни ағымдардың орталығына айналдырмауымыз керек. Мұғалімдер мен балаларды басқа мәселелермен алаңдатпауымыз керек. Министрлік бекіткен мектеп формасының стандарттары бар. Бұл талаптар орындалуы керек деген нақты жауабын келтірді. Бұл ретте мәселені шешудің жолы жаппай ақпараттық түсіндіру жұмысы деп есептейді Алматы қаласының бала құқықтары жөніндегі уәкілі. Қазақстан Республикасының Конституциялық соты жанындағы ғылыми консультативтік кеңестің мүшесі, PhD құқық докторы Халида Әжіғұлова. Оның ойынша Қазақстандағы хиджабтар төңірегіндегі қызу даулар ең алдымен халықтың құқықтық және діни сауаттылығының төмен болуының нәтижесі болып табылады. Егер дін саласында мемлекеттің саясаты нақтыланса, өз кезегінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұстанымдарын анықтаса, елге бәрі түсінікті болып, діни сауаттары шынымен артар еді. Әрине зайырлы мемлекет болғандықтан біз бұл жағдайда министрліктің шешімімен келісуіміз керек. Ол Абай айтқандай, мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Яки дін жолында жүргендердің де құқын шектемей, әрі мемлекеттің таңдалған саясатын ұстану жөн. Бүгінге айтар ой осы. Қосарыңыз болса, видеосына комментарий қалдыра отырыңыз. Келесі кездескенше.